Қайырлы күн достар, таныстықтар қалай өрбуде, махаббат дастаны қалай аяқталады, барлығын 14:30-да білуге болады. Евразия арнасын қосыңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Бүгін студияда Айдана, қалайсыз? Барлығы жақсы. Қалай демалып келдіңіз? Керемет. Я көрініп тұрсыз. Кішкене қарайып кетті. Кішкене емес, кәдімгі қап-қарам барлық жерім облазить етіп енді. Өте қатты. Қай елде болдыңыз? Шри-Ланка. Мәссаған. Күшті екен. Ешкім енді асықпайды, вайб сондай күшті. Біз қазақта бәрі жерде әйтеуір Алматыда бізде қуыршылық қой, асығамыз, сүргеміз, жынданамыз. Ол жақта 20 минуттан кейін жетеміз дейді, 3 сағаттан кейін бірақ жетеді. Мәссаған. Прикольно, короче. Сондайға кішкене үйрендім, жеңілдеу болуға. Ешнәрсені қиындатудың қажеті жоқ. Бүгін ортаға шығасыздар. Бүгін ортаға шығасыздар. Өз шешімдерін айтады. Міндетті эфирді көріңіздер. Айдана мен Данияр демалыстан кейін студияда өз шешімдерін бүгін айтады. Татик, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір. Сізді мына бүкіл әлемдегі бүкіл адам көретін болса, не айтар едіңіз осы сториске? Адам бол. Адам бол деп. Жақсы ойда бол, жақсы адам болуға тырыспа, просто жақсы адам бол, деп айтатын едіңіз, Ал егерде сіз бір сандық ақша тауып алсаңыз, не істейтін едіңіз ол ақша? Бір сандық ақшаны? Иә. Ең бірінші. Ең бірінші ма? Мамам бүкіл кредиттері несін жауап береді. Отбасымша. Бүкіл қарыздан қолын ұстайтын. Иә, солай екен. Құрметті оқырман, сіз не істейтін едіңіз? Адам болатын ба едіңіз деп? Либо бір сандық ақша. Матина, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Матина, сіз бір сандық ақша тауып алсаңыз, ең бірінші қайда жұмсайтын едіңіз? Бір сандық ақша тауып алсам ба? Иә. Жартысын отбасыма тастайтын едім де, жартысын алып Қазақстаннан көшіп кететін едім. Мәссаған, күтпедік. Сізге бір сандық ақша бермасын онда? Мен негізі Қазақстанда тұрғым келмейді. Болашақта өзіме сондай жар іздеймін. Өскелең ұрпаққа қандай өсиет қалдырасыз? Өз Қазақстандан кетіп бара жатыр, еще өскелең ұрпаққа. Ұялмай қалдыра аласыз ба, жоқ па білейін дегенім ғой. Қате болады. Бірдеңе айтсам ке. Туған елдеріңді тастап кетпейіндер де. Сөйтіп айтасыз ба? Примерно сондай бірдеңе айтып салу керек енді для приличия. Мәссаған, солай екен. По-любому туған жерімізді тастамаймыз да, но бірақ кішкене аз уақытқа шетелге. Студияда Димаш, сұхбат бергісі келіп тұр кішкене. Бүгіннен бастап, кешеден бастап байқадым, жұмбақ шешумен айналысады. Иә. Ана ғой, телефонға көп қараймыз да, негіздің бәрі соған уламып қалған ғой. Телефоннан алшақ жүріп, осындай сәл-сәл дүниелер шешсек, миымыз жұмыс істеп, сәл-сәл бір рухани жаңғырамыз ба деген ниетім ғой енді. Димаш, бізді, мына стористі, әлемдегі барлық адамдар көреді да, сіз не айтатын едіңіз ол адамдарға? Барлық адамдар көреді. Алдамаңдар деп айтатын. Алдамаңдар. Өтірік айтпаңдар. Адал болыңдар деп айтады. Адал болыңдар. Ал бір сандық ақша тауып алдыңыз. Ең бірінші қайда жұмсайтын едіңіз? Ең бірінші ма? Ең бірінші үйіме навес соғатын. Навес соғатын. Сосын бір қалғаны істейді. Назым, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Көңілден болады. Назым, біздің стористі әлемдегі барлық адамдар көретін болса, барлық адамдар біздің тілді түсінетін болса, сіз не айтатын едіңіз? Менің айтатыным, біздің жақсы сөзіміз бар ғой, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген осыны айтатын едім. Өздеріңіздің ата-аналарыңызды құрметтеңіздер, сыйлаңыздар, және де өздеріңіздің бақыттарыңыз, махаббаттарыңызды табу үшін барлығына да дайын болыңыздар деп айтатын едім. Сіз махаббатпен тұрмысқа шыққанды дұрыс дейсіз ба, жоқ есеп болу керек деп ойлайсыз ба? Әрине махаббат болу керек. Махаббат бар жерде татулық та, байлық та, барлығы болады. Сондықтан да махаббаттан шыққан. Бірақ ол сізден төмен жалақы табады, мүмкін таппайды, бірақ сіз оны қатты жақсы көресіз. Жоқ, мен өзім енді жігіттің ақшасына мереткенмін. Ер азамат болғандықтан сондасын асырап білу. Қалайсыз, Әліби? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір Аллаға. Біздің
стористі әлемдегі барлық адам көретін болса, сіз не айтатын едіңіз? Прям барлық. Мейірімді болыңдар деп айтушы едім. Бірінші очередьте, потому что мейірімді болған адамнан бүкіл жақсылықты күтуге болады деп ойлаймын. Мейірімді адам жамандық жасамайды деп ойлайсыз. Әрине, иә. Ал егер бір сандық ақша тауып алсаңыз, бірінші қайда жарататын едіңіз? Қайырымдылыққа құртатын. Жоқ, өзіме бір керек жарақтарын Сол бірінші не істейтін едіңіз? Көп қой негізі. Мысалы, Сатик айтады, бірінші анамның бүкіл қарыздарын, кредит, үйдегі ұсақ-түйек жанұяның барлық соны жабатын едім. Мен де сөйтетін едім, сол қарыздарым болса, бір-екі кредиттарды бірінші бәрімізде салға. Одан кейін бір өзімнің бір армандап қалып жүрген машинам бар, соны алып едім. Одан кейін барып уже, бірақ міндетті түрде егер де тауып алған жағдайда қайырымдылыққа жұмсаушы едім 30%. Зарина, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Бүгін көңіл күйіңіз аздап жоқ сияқты. Кішкене ауырып тұрмысынан ауырып. Ауырмаңыз. Зарина біздің стористі әлемдегі барлық адам көретін болса, не айтатын едіңіз сол адамдар? Бәріне ме? Өзіне сұрақ қою деген нәрсе. Өзіңе сұрақ қой деп па? Иә. Әркім өзіне сұрақ қоятын болса, мне кажется, проблема болмайтын сияқты өмірде. Сұрақ қоямын. Ал бір сандық ақша тауып алдыңыз, ең алғаш қайда жарататын едіңіз? Ата-анама бірдеңе алып беретін, қатты жақсы көретін, мүмкін некеге сыйлық деген сияқты. И дальше мындай қайырымдылық қоры деген сияқтыларға беріп, немесе балалар үйі, бірінші ойыма балалар үйі түсті. Солай екен. Ернар, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Біздің стористі әлемдегі барлық адам, мен сізді түсінем ғой, не айтып жатқаныңызды. Барлық адам көретін болса, сіз біздің тілімізді барлық адам түсінетін болса, не айтатын едіңіз? Hello. Қалайсыңдар, жағдайларың қалай? Бізде бәрі жақсы дейді. Өт деп айтпады, просто деп. What was the home task and happy building? Мынаны қазақтар түсінбей қалуы мүмкін. Сол үшін қазақша айтыңыз, бәрі түсінетіндей. Қазақша айтайын ба? Иә. Баршаңызға қайырлы күн. Сәлем. Бақытты жақсы көреміз. Махаббат әлемді емдейді. Махаббатпен жүректеріңізді жылытыңыздар. Махаббатпен жүректеріңізді жылытыңыздар деп айтатын едіңіз, иә? Ұлы тұлға болсаңыз, өскелең ұрпаққа қандай өсиет қалдыратын едіңіз? Бақытта, шаттықта. Толқын, сіз бір ұлы тұлға болдыңыз. Иә, болашаққа, ұрпаққа, өскелең қандай өсиет қалдырып кететін едіңіз? Үздіксіз дамуды айтар едім. Ешкімнің жаңағыдай өмірін бақылап, қызығып, мен де осындай болсам ғой деп жүре бермей, әр адам өзінен бастаса деп жаңағыдай үнемі даму, үнемі ізденіс, сол жағын айтып кетер едім, жақсы. Ал сіз есеппен үйленгенді тұрмысқа шыққан дұрыс дейсіз бе, жоқ әлде махаббатпен ба? Махаббатпен, конечно. Есеппен болса, бақыт келмейді ғой да бәрі. Демек, ешқандай ақшасына, ешқандай жағдайына қарамайсыз. Қарай. Енді ол демек онда да есеп бар ғой? 50-50, иә. Бірақ махаббат более басымырақ болады. Сіз қаттырақ жақсы көру керексіз ба? Ол. Солай екен. Ол есеп. Иә, Заринан, Ақтолқынды қаттырақ жақсы көретін жігітті күтеміз. Нұрсұлтан, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Так себе, жақсы да, жаман да емес. Сіз бір сандық ақша тауып алсаңыз, ең бірінші қайда жұмсайтын едіңіз? Бір сандық ақша тауып алсаңыз. Маған ол сұрақты емес, Ернар қойған сұрақ қойыңыз, соған жауап. Жоқ, бірінші осыған жауап беріңіз, сосын өзіңіздің сұрағыңызға. Қалай сонда бір сандық ақша? Бір сандық ақша тауып алдыңыз, ең бірінші қайда жұмсайсыз? Мысалы, Сатик айтады, бірінші мен үйдегілердің, отбасымның кредитін жабам дейді. Сосын Зарина айтады, мүмкін ата-анама Меккеге жолдама алып беремін дейді. Сол сіз ең бірінші қайда жұмсайсыз? Мен ешкімге бермеймін. Өзім тойыма жұмсаймын. Өзімнің тойыма жұмсаймын. Ал сіз өскелең ұрпаққа қандай өсиет қалдырып кетесіз? Өсиет емес, сіз жаңа айттыңыз ғой. Бүкіл басқа елдегі. Көрсе сіз не деп айтасыз? Маған үміткер болып келіңіз деп айтады. Мәссаған, иә. Бүкіл Өзбекстан, Қырғызстан, Ташкент, бүкіл қайда барсыздар. Ханым, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір. Біздің стористі әлемдегі барлық адамдар көретін болса, сіз не айтатын едіңіз?
барлық адамдар көретін болса, Иә. өздеріңізді жақсы көріңіздер деп айтатын едіңіз, иә? Аспаннан бір сандық ақша жауса, ең бірінші қайда жұмсайтын едіңіз? Түсте. Ең бірінші қайда жұмсайтын едім? Білмеймін, бір бизнеске салатын шығар. Бизнес бастайтын едіңіз, иә? Негізі көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Иә, нормально. Кеше просто ұйқым қанбады, сол үшін. Солай. Біздің эфирді көрдіңіздер бүгін. Қызық болады.